Құрметті азаматтар, қаңтар айындағы қайғылы оқиға республикамыздың көптеген облыстарында, соның ішінде Алматы облысында да орын алды. Өкінішке орай, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен бейбіт тұрғындар арасында қаза тапқандар бар. Қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айта отырып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілейміз. Осы оқиғалардың салдарынан облыс бойынша 758 адам зардап шекті. Оның ішінде 643-і полиция қызметкері, 78-і әскерилер, 37-сі бейбіт тұрғындар. Көпшілігі жеңіл жарақаттар алды, олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. 8 әкімшілік ғимарат, 68 қызметтік көлік зақымданды, оның 7-і толығымен жанып кетті. 512 қару ұрланды. Құқық қорғау органдары қылмыстарды ұйымдастырушылар мен қатысушыларды анықтау, жазалау, қоғамдық қауіпсіздікті толық қалпына келтіру үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда. 343 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оның 147-сі әкімшілік қамаққа алынды, 27-сіне айыппұл салынды, 169-на ескерту жасалды. Іс-әрекеттерінде ауырлататын мән-жайлар жоқ. Адамдарға жазаны жеңілдету бөлігінде мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында шаралар қабылдануда. Мұнда әрбір құқық бұзушыға жеке мән беріп отырмыз. Сипаты мен санатының ауырлығы бағаланды. Нәтижелері бойынша жеңілдету мақсатында 93 апелляциялық өтініш хат енгізіліп, сот пен прокурордың актілері қанағаттандырылды. 71 тұлға қамаудан босатылды, 22-сіне айыппұл ескертуге ауыстырылды. Қазіргі таңда облыс бойынша әкімшілік қамауда отырған адамдар жоқ. Қаңтар оқиғасы бойынша барлығы 409 қылмыстық іс тергелуде, оның 158-і ұрлық, 191-і қаруды заңсыз сақтау, 11-і терроризм, 3-і жаппай тәртіпсіздік, 3-і кісі өлтіру және тағы да басқа қылмыстар. Бүгінгі таңда 88 адам қамауда отырса, 60-ына қоғамнан оқшалаумен байланысты емес басқа да бұлтартпау шаралары таңдалды. Бұлтартпау шарасы жеке басын, жасын, денсаулық жағдайын, қатысу дәрежесін, әрекетке қатынасын және басқа да сипаттайтын мәліметтерді мұқият зерттегеннен кейін таңдалды. Осы фактілерді ескере отырып, тергеу және уақытша ұстау изоляторынан 33 адам босатылды. Оның ішінде 88 кәмелетке толмаған бала ата-анасының қамқорлығына алынды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Терроризм актілері, тәртіпсіздіктер және басқа да соған байланысты қылмыстар бойынша арнайы прокурор жетекшілік ететін ведомствоаралық топпен 54 қамауға алынған тұлғалармен 78 іс тергеп тексерілуде. Полиция органдары 330 істі тергеп жатыр, 34 адам қамауда. Оның басым бөлігі ұрлық, қаруды заңсыз сақтау, мүлікті қасақана жою және тағы да басқа қылмыстар. Аталған істер бойынша тергеу барысы тұрақты бақылауда, істер бойынша жазбаша нұсқаулар берілді. Полиция қызметкерлеріне бағынбау және заңсыз қару сақтау фактісі бойынша сотқа 4 іс жолданды, 10 іс тоқтатылды, 6 іс бойынша азаматтар қаруды өз еркімен беруіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Мен атап өткендей, сауда орындарынан мүлікті ұрлау, қару-жарақ ұрлау фактілеріне қатысты істердің көпшілігі іс жүзінде аяқталды. Бірақ олардың тәртіпсіздіктерге және басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Полиция істі аяғына дейін жеткізуге бағытталды. Күдіктілерге қатысты заңсыз тергеу әдістерін қолдану жайлы арыздар бар. Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізіп, азаматтардың өтініштерін қарау нәтижелері бойынша 37 қылмыстық іс қозғалды. Барлық істерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеп жатыр. Істер бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, адамдар жәбірленуші деп танылып, жауаптар алынуда. Беттестіру, жеке басын анықтау және басқа да жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Процесс прокурорлары айқындалды. Мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарына Батырбаевты азаптау деректері бірнеше рет жарияланды. Арнайы прокурорлармен материалдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жолданып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Бұқаралық ақпарат құралдарына жүйелі мониторинг жүргізілуде. Әрбір маңызды ақпарат жан-жақты зерттеліп, нәтижесімен құқықтық баға берілуде. Сенім телефоны ұйымдастырылып, жұмысын атқаруда. Соның арқасында азаматтардың мәліметтері негізінде азаптау дерегімен 2 қылмыстық іс қозғалды. Прокуратураның қызметі азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын кез келген сол қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған. Қандай да бір құқықтары бұзылған жағдайда азаматтар бас прокуратураның кол орталығына 115 телефон арқылы немесе тікелей облыс прокуратурасының кезекші төмендегі көрсетілген телефондар арқылы хабарласа алады. Әрбір хабарлама зерттеліп шара қолданады. Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен қазіргі таңда азаптау фактісімен қылмыстық істер тергеліп жатыр. Оның саны 37 қылмыстық іс. Оның ішінде 27 қылмыстық іс біздің орган, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен тіркелген. 4 қылмыстық іс прокуратура органдарынан келіп түсті және 6 қылмыстық іс Алматы облысы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасынан келіп түскен. Қаңтар оқиғалары бойынша тергеліп жатқан қылмыстық істерді тіркеуге негіз болып, құқық қорғау орындары қызметкерлерінің жәбірленушілерге қатысты қылмысты мойындату үшін азаптау көрсеткен деген арыздар мен шағымдар болып табылды. Бұл шағымдар сол жәбірленушілердің қорғаушылары, туыстары, ата-аналары және өздері арызбен біздің департаментке жүгінген болатын. Сонымен қатар біз қазіргі таңда бұқар ақпарат құралдарында азаптау фактілері бойынша жарияланып жатқан мәліметтерді талдау жүргізу арқылы да көптеген тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда істің жан-жақтылығын қамту мақсатында күнделікті қарқынды түрінде бірқатар тергеу әрекеттері жүргізілуде. Атап айтқанда барлық арызданушылар жәбірленуші ретінде танылды. Олардан азаптаудың қалай, қай жерде болғандығы туралы жауап алынып жатыр. Тану және беттестіру әрекеттері жүргізіліп жатыр. Олармен оқиға болған жерге барып, мән-жайдың қалай болғандығы туралы тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жарақаттардың ауырлық санатын анықтау үшін сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Медициналық сараптамаларға көмек болып келетін басқа да медицина өкілдерінің қатысуымен, әртүрлі медициналық аппараттардың қолдануымен толықтай сараптама жүргізудің көмектері тиіп жатыр. Сонымен қатар әр жазған арыз бойынша жеке қылмыстық істерге әр жәбірленуші және өкілдерімен, оның әке-шешелерімен және қорғаушылардың қатысуымен жеке дара жұмыстар жүргізіліп жатыр. Барлық қылмыстық істер бойынша процестік прокурорлар тағайындалып, бұл қылмыстық істер біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі мен прокуратура органдарының қатаң бақылауында тұр. Енді әр өз тарапымыздан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет әр іс бойынша қылмыскер жауапқа тартуға бағытталған тергеу амалдарын жалғастыруда. Басқа да ақпаратты біз тергеудің құпиялығын сақтау мақсатында жариялауға жатпайтынын ескертеміз. Қаңтар айының оқиғалары бойынша Алматы облысы полиция департаменті барлығы 384 қылмыстық іс тіркелген. Олардың жаңағы адам өлтіру бойынша 5 қылмыстық іс тіркелген. Олардың үшеуі біздің өндірісімізде қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізуде. 2 қылмыстық істі біз әскери тергеу басқармасына жолдадық. Сонымен қатар осы қаңтар айының оқиғалары бойынша 188 бабымен, яғни ұрлық бойынша барлығы 158 іс тіркелген. Олардың өкінішке орай 70-і ашылмаған. Олар бойынша полиция департаментімен жедел іздестіру жұмыстары жалғасуда. Осы оқиғалар бойынша тағы да жаңағы тонаумен 8 іс тіркелген. Заңсыз автокөлікті иемдену бойынша 3 іс тіркелген. Бөтен мүлкін бүлдіру бойынша 8 іс. Заңсыз қаруды сақтау бойынша 191 қылмыстық іс тіркелген. Сонымен қатар жаңағы қаруды ұрлау бойынша 9 іс тіркелген. Бұзақылықпен 1 іс, полиция қызметкеріне бағынбау және оларға күш көрсетумен 10 қылмыстық іс тіркелген. Арнайы прокурорға тергеу жұмыстарын ары қарай жүргізу үшін 51 қылмыстық іс жолданып, олардың құзыретіне Алматы облысы полиция департаменті 27 қызметкерлер жедел тергеу тобына қосылу үшін жіберілді. Уақытша ұстау изоляторының барлығы 162 адам ұсталып қамалды. Олардың 45 тұлғаға қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес бұлтартпау шарасы қолданылды. Қалған 117 адамға қамауға алынды олар. Солардың жаңағы 117 адамнан 31 қамалған адамдар тергеу реттелігі бойынша арнайы прокурорға істер жолданды. 50 адамға қатысты істер аумақ бойынша Алматы қаласына жолданды. Қамауда отырған жаңағы біздің полиция департамент
аттан 2 жас өспірім қамауда болған, олар осы жақын арада босатылды қамаудан. Сонымен қатар жеке басын мән жайларды анықтап, бұрын сотты болмағандар шығынды толық өтеген және қаңтар айында бұзақылықтарға қатысы жоқтығы тексеріліп, осы жақын арада 10 адам прокурормен келісуімен және соттың санкциясымен қамаудан босатылды. Қазіргі таңда бұл жұмыс жалғасуда. Қамауда ұрлық жасаған 12 адам қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың босату туралы мәселелер осы жақын арада шешіледі. Қаңтар айында болған оқиғалар бойынша барлығы 758 адам жарақат алған, олардың 643 полиция қызметкерлері, 78 әскери қызметкерлер және қалғандары 37 азаматтар, қала ауыл тұрғындары. Осы оқиғалар бойынша 68 қызметтік автокөлік зақымданып, олардың 7 автокөлік толығымен өртенген. Бүгінгі күнге біздің тарапымыздан 14 іс аяқталды, олардың 4-еуі сотқа жолданды. Сонымен қатар мен Алматы облысының тұрғындарына ескерту жасайын дегенім, өзіңіздерге белгілі болғандай, бізден полиция департаментінен, сонымен қатар Талдықорған қаласының полиция басқармасынан бірнеше қарулар ұрланған болатын. Олардың бірнешелері табылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабына сәйкес, егерде өзінде қазіргі кезде заңсыз сақтаған қаруды сол тұлға бізге өз әрекетімен кеп тапсыратын болса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Мен айтайын дегенім, біздің тұрғындар егерде үйлерінде осындай заңсыз қарулар сақталатын болса, бізге қорықпай тапсыратын болсаңыздар, ертең жауапкершіліктен босатыласыздар.